Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні кемпірі бауырсақ пісіріп, терезе алдына суытуға қойыпты. Бірақ бауырсақ домалап кетіп, орманға кіріп кетеді. Жолда қоян кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін. Жеме, мен саған ән айтып берем, дейді бауырсақ. Әнін айтып, қоянды алдап, әрі қарай домалап кетеді. Қасқыр, аю, бәрі жолын тосады. Бауырсақ бәріне ән айтып қашып кетеді. Ақырында айлакер түлкі кездеседі. Әнің қандай әдемі. Жақынырақ келші, ести алмай тұрмын. Бауырсақ жақындай береді, түлкінің мұрнына отырады. Сол кезде түлкі бауырсақты қапылыста жұтып қояды. Сөйтіп айлакер түлкі жеңіп шығады. Ертеде бір саудагер мен оның 3 қызы өмір сүріпті. Ең кішісі сұлу, атына заты сай мейірімді қыз екен. Бір күні саудагер орман арасынан өтіп бара жатып, қызына арнап раушан гүлін үзіп алады. Кенеттен алдына қорқынышты қобыжық шығып, менің гүлімді ұрладың деп ашуланады. Қобыжық қызын беруді талап етеді. Әкесі қайғырып оралады. Сұлу барлығын естіп, өз еркімен қобыжықтың сарайына баруға шешім қабылдайды. Сарай ішіндегі байлық пен әсемдікке таң қалған сұлу алғашында қорқақтап жүреді. Бірақ уақыт өте қобыжық оған қамқор болып, жақсы дос бола бастайды. Сұлу қобыжықтың жүрегі таза екенін сезіп, оған бауыр басады. Сүйіспеншіліктің күшімен қобыжық сиқырдан арылып, көркем ханзадаға айналады. Сұлу мен ханзада үйленіп, бақытты өмір сүріпті. Мейірім мен сүйіспеншілік ең үлкен сиқыр.